Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын кекс дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдымен 3 жұмыртқамызға қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сүтімізді құйып араластырып аламыз. Содамызды саламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды шетінен салып отырып араластырамыз. Бәрін бірден салмаймыз. Біздің кекске қамырымыз дайын, осындай болып шығуы керек. Енді формаларымызға саламыз. Менде осындай силиконовый формаларда пісіремін. Сіз қағаз формада пісірсеңіз де болады. Осы формаға 2-3 қасықтан салып, 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Біздің кексіміз осындай жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.